Қазақ болу үшін дұрыс сөйлеуден, әсіресе амандасудан басталады. Ежелгі қазақтар қалай амандасқан? Армысың деп амандасқан сөздің мағынасы арың тазама деген сөз. Үлкендерге армысыз, кішілерге армысың, бармысың, малжан аман ба деп сұрасады. Армысыз қане? Армағайын. Армысыздар ағайын, бармысыздар құрмет. Армысыздар. Армағайын ұлттық. Армысыздар. Кешірік. Кешарық. Армағайын. Армысыздар. Армысыздар ардақты ағайын. Аман сау болыңыздар. Және оған жауап қатқанда армыз, бармыз деп айтамыз. Иә, қазіргі таңда көп қазақтар мауыстамайды. Дегенмен де ол ата жол. Ата бабамыз осы амандасу үлгісін қолданған. Мысалы ретінде баяғы малшыға өрісің өссін, өрісің кең болсын деп тілек айтқан. Қазіргі таңда қолданып жүрген рахмет сөзінің орнына баяғыда ата бабаларымыз алғыс деп айтқан. Алғыс деген сөздің мағынасы алғы іс, ісің алға бассын, жақсы іс тілеймін, жақсылық тілеймін деген